Сәлем, бүгін 4-ші сыныптың 75-ші сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі тақырыбымыз жердің жүрегін тыңдайық. Сөйлеу барысында иллюстрацияны қолданамыз. Түрлі шығармашылық жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші тапсырма талқыла. Қалай ойлайсыңдар? Жер ғаламшарында қандай экологиялық мәселелер бар? Экологиялық мәселелер деген, яғни табиғатқа, ауаға, тағы да басқаға қатысты жерге зиян келтіретін мәселелер. Жалпы әлем бойынша жердегі экологиялық мәселелерге ауаның ластануы, табиғаттың ластануы, судың сапасының төмендеуі, өзен суларының тартылуы және де тағы да басқа экологиялық мәселелер жатады. Өздерінің ауыл аймақтарындағы болып жатқан экологиялық мәселелерді қоссаңдар да болады. Келесі, түсініп оқы. Жер ғаламшарына қамқорлық жасаймыз. Аспан көзге көрінбейтін атмосфераның бөлігі. Жердің үстіңгі жағындағы атмосфера қабатының қалыңдығы 500 км. Жер адам баласының тіршілігіне қолайлы ауасы бар ғаламшар. Ұшақтар қанаты да жетпейтін аспанда озон қабаттары бар. Бұл біздің ғаламшарды күннен қорғайтын сүзгі. Ол күннің алапат ыстығын өзіне сіңіріп тұрады. Жылыжайлық әсерді ғалымдар ауа температурасының жоғарылауынан деп түсіндіреді. Жаһандық жылыну жер шарына төнген қатерлі құбылыс. Жерде өте ыстық болса, мұздықтар ериді. Теңіз жағалауын су алып, қалалар су астында қалуы мүмкін. Адам баласы жер бетіндегі мәселелерді шешумен айналыса бастады. Ол үшін су, ауа, жер тазалығын сақтап, ғаламшарымызды аман алып қалудың жолдарын іздеуде. Жылу көзінің бірі табиғи көмір. Үлкен қалаларды қыс маусымнан да жылыту үшін мыңдаған тонна көмір жағылып, ауа ластанады. Көмірді жаққан кезде ауаға зиян қалдықтары тарайтыны белгілі. Ал табиғатта адам әлі игермеген электр қуаты бар. Мысалы, күн күркіреп, найзағай ойнаған кезде көрген шығарсыңдар. Сәл жарқ-жұрқ еткен найзағайда өте күшті электр қуаты бар. Әзірше оны адам игілігіне жарату мүмкін болмай отыр. Ғылым мен техника жаңалығы адамның өмірін, тұрмысын жеңілдетуде. Күнделікті өмірде электр қуатымен жұмыс істеп тұрған заттар көп. Қазіргі заманда өмірімізді электр қуатынсыз елестету мүмкін емес. Түймесін басып қалып, көгілдір экрандағы хабарды тамашалайсың, киімді үтіктейсің, телефоныңды қуат көзіне қосасың. Бәрі бір электр ғажайып мүмкіндігі арқасында. Бүгінгі заманның электр станциялары туралы не білесің? Әрине, ол да адам баласының ойлап тапқан жаңалығы. Олар атом, жылу, су, жел электр станциясы. Мысалы, жылу электр станциясы арнайы пештерде көмір, мазут, газ жағу арқылы қуат өндіреді. Су электр станциясы тау, өзендерде бөгет салу арқылы жасалады. Бөгеттен құлап аққан судың күші арнайы құрылғылар арқылы электр қуатын шығарады. Ал жел электр станциясы кәдімгі желдің күшімен жұмыс істейді. Электр қуаты оңайлықпен пайда болмайды. Электр қуатын үнемді пайдалану керек. Қазіргі кезде ақылды қала жобасы жасаушылар қуат көзін үнемдеу мүмкіндігінде іске асырып отыр. Мысалы, қаладағы жарық көздері ғимаратқа адам аяқ басып кірген кезде өзі жанып, шыққан кезде өзі өшеді. Балалар энциклопедиясынан алынған мәлімет екен. Сұрақтарға жауап беріп кетейік. Жер ғаламшарының шешілмеген мәселелер туралы мәтінде не айтылған? Қалай ойлайсың? Адамға жылу көздерінің қайсысы ыңғайлы, қолайлы? Яғни бірінші сұрақтың жауабы, ал табиғатта адам әлі игермеген электр қуаты бар. Мысалы, күн күркіреп, найзағай ойнаған кезде көрген шығарсыңдар. Сол жарқ-жұрқ еткен найзағайда өте күшті электр қуаты бар. Әзірше оны адам игілігіне жарату мүмкін болмай отыр. Яғни шешілмеген мәселе осы жерінде бөлігінде айтылған екен. Ал жылу көздерінің қайсысы пайдалы? Яғни бізге жарық көздері ғимаратқа адам аяқ басып кірген кезде, өзі жанып, шыққан кезде өзі өшетін. Яғни егер осындай болса, жылуды үнемдеп және адам үшін де ыңғайлы болар еді, иә? Төртінші сұрақ, талдаймыз. Электр қуатынсыз өмір сүрудің қиындығы туралы айтып беріңдер.
өз ойыңды өзіңнің өміріңде қандай қиындықтар тудыратынын қосып жазсаңдар болады. Мен қазір бірқатар мәліметтерді келтіріп өтемін. Яғни мысалы қазіргі таңда барлық техника, электроника қуат көзінсіз жұмыс жасамайды. Егер электр қуаты болмаса, адамдардың тұрмыстағы көп техникаларының пайдасы болмайды. Тіпті ұялы телефондарсыз байланыс үзіледі, жарық та болмайды. Тамақ жасауда көптеген нәрселерде біздің өміріміз қиындатып тастайды. Яғни электр қуаты үйімізді жылытуға, кейбір тағамдарды пісіруге, жарықтың болмауы, сол сияқты бірқатар мәселелер туындатады. Ауылды қалалы жерлерде кейде жарықтарың сөніп қалып жатады. Сондай кездерде сендерде қандай проблема туындайды, қосып кетсеңдер болады. 5-ші дәлелде ғылым мен техника жетістіктері арқылы адам жер ғаламшарының қандай мәселелерін қалай шешеді дейді. Яғни мына суреттерде адамдардың жеткен жетістіктері көрсетілген. Бізде яғни мысалы көлікті айтатын болсақ, бұл адамзаттың уақытын үнемдейді, бірақ табиғатымызға зиян келтіреді, себебі зиянды қалдықтар шығады. Ал өндіріс орындарына келетін болсақ, адамдарды жұмыспен және азықпен қамтамасыз ету үшін керек. Бұл да ауаны ластайды, себебі зиянды қалдықтар, қоқыстар шығарады, ауаны ластап, өзендерді ластайды. Ал электр техника құралдары адамдардың жұмысын жеңілдетеді. Кішігірім электр техникаларының кейбірі яғни ауаға, яғни табиғатқа зиян келтірмегенмен кейде адамның көзіне, яғни зиян келтіруі мүмкін. Жарық адамдарға жақсы жағдайда өмір сүру үшін көптеген техника жетістіктері қоғамды дамытады, адамдарды қуантады, бірақ өкінішке орай зиянды қалдықтары да бар. Яғни электр техникалары кейбіреулер зиян келтірмегенмен оларды шығаратын әрине өндіріс орындары өзінің атынан өте үлкен қалдықтар шығарады. Ал құрастыр дейді, электр мен көмірдің атынан айтыс ұйымдастырыңдар. Мысалы, электр қуаты мен саған қарағанда берер пайдам көп. Менсіз адам баласына күн жоқ десем де болады. Ал сенің қандай пайдаң бар деп көмірге тисе де, ал көмір болса айтады: мен табиғи қазба байлықпын, мен саған қарағанда жылуды қаттырақ беремін, екеуміздің де пайдамыз бар, сондықтан сөз таласпайық деп орнына қояды. Сендер бұлардың орнында қалай айтысар едіңдер? Екеуінің де пайдасын білетін шығарсыңдар, көмір қатты қызғанымен оны яғни үлкен жерде сақтау керек, және ол өз қалдықтары арқылы ауаны яғни зиянға келтіреді. 7-ші, бұлар қандай тәсілмен жасалған кейіпкерлер дейді. Яғни бізде екі кейіпкер бір-бірімен айтысып жатыр, яғни бұл кейіптеу тәсілі арқылы жасалған кейіпкерлер. Қорытындылаймыз енді. Электр мен көмірдің айтысындағы негізгі ой қандай? Және де үйге берілген тапсырма: кестені толтыр, сұраққа жауап дайында, үнемдей білеміз бе деген сұрақ. Мына жерде кесте көрсетілген. Енді бірінші сұраққа жауап берейік. Негізгі ой адамзатқа деген пайдасы туралы айтылған, бұлар екеуінде сөз таластырып. Ал кестеге келетін болсақ, яғни бірінші қатарда отбасыңда соңғы айда қанша электр қуаты жұмсалғаны, ал алдыңғы айда қанша жұмсалғаны, айырмашылығын табамыз. Және де қандай қорытындыға келдің дейді. Біз мына жерде мысал ретінде, яғни мен ойдан алынған деректерді көрсеттім. Сендер өз үйлеріңе келетін, жарықтан келетін квитанцияны алып, 2 айдықын салыстырсаңдар болады. Және неліктен екенін түсіндірулерің керек. Мысалы, менің кестемде ал осы айда 220, ал алдыңғы айда 180 ватт электр энергиясы жұмсалған. Айырмашылығы, яғни 40 ваттқа артық мен осы айда көп қолдандым. Енді қорытындыға келетін болсақ, мезгілдерге байланысты кейде электр энергиясы көп мөлшерде жұмсалады. Яғни мысалы біз қыстың күндері үй жылытамыз, және сондай мақсаттарда бізде көп электр энергиясы жұмсалады. Яғни уақытымыздың көп бөлігі үйде болғандықтан, яғни телевизорда, электр қуатына қажет ететін телефон да көп қаралады. Сол үшін электр қуаты көп жұмыс жасайды. Ал күн жылына бастағанда біз далада көп уақытымызды өткіземіз. Үйге де жылу қуатын азырақ керек болады, тіпті керек те болмайды кейбір аудандарда. Сол сияқты өз пікірлеріңді жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет.
сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сабақты әрдайым менің арнамнан қарауға кеңес беремін.